Сәлем достар, бүгін біз пісіруді қажет етпейтін, өте оңай әрі тез жасалатын десерт дайындайтын боламыз. Қажетті ингредиенттер видеоның астындағы описанияда көрсетілген. Ең алдымен печеньемізді пакетке салып, оқтаумен үгітіп аламыз. Егерде сізде блендер болатын болса, тіптен жақсы. Сары майды ерітіп алып, үгітілген печеньеміздің үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Форма алып, үгітілген печеньемізді формаға біркелкі қылып жаямыз. Жан-жағын көтеріп, бортиктар жасаймыз. Қоюландырылған сүтімізді алып, тегістеп печеньенің бетіне жағып шығамыз. Банандарымызды видеода көрсетілгендей формада турап алып, біркелкі орналастырып шығамыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін сливки міндетті түрде тоңазытқышта тұруы қажет, яғни суық болуы керек. Және сливкиміздің майлылығы кем дегенде 33% болуы қажет. Сливкиді шамамен 2 минут миксерлеп аламыз да, кейін 2 ас қасық қант пудрасын қосып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Одан кейін творожный сыр қосып, жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Креміміз дайын. Енді кондитер қапшығын алып, кремімізді салып, торттың бетіне жағып шығамыз. Кремді өз қалауларыңызша тегістеп, немесе шеңбер сияқты айналдырып, немесе осы видеода көрсетілгендей әдіспен жағып шықсаңыздар болады. Тортымыздың бетіне какао ұнтағын сеуіп, мята жапырақтарымен әсемдейміз. Бұл міндетті емес, сіздер өз қалауларыңызша кез келген жеміс жидекпен, шоколадпен, немесе өз фантазияларыңыз бойынша әсемдеулеріңізге болады. Кем дегенде 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Егерде кешке жасап, түнгілікке қалдырсаңыз тіптен жақсы. Мінеки тортымыз дайын, өте тез әрі оңай жасалады. Ең бастысы пісіруді қажет етпейді. Тортымыз өте жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнады деген ойдамын. Алда әлі де көптеген рецепттер болады. Сол себепті каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.